Мария Дмитриенко Париж Олимпиадасына жолдама алды. Бүгін стенд атудан Қатар астанасы Дохада өтіп жатқан іріктеу турнирінде ұлттық құрама спортшысы трап жаттығуында финалға шықты. Қазір Қазақстан қоржынында ойындардың 47 лицензиясы бар. Ал жолдамасы бар боксшылар Түркістанға жиналды. 7 мемлекеттің боксшылары Түркістан облысында оқу жаттығу жиынын өткізді. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, Куба және Израиль құрамалары Париж Олимпиадасына жан-жақты дайындықтарын пысықтау үшін Төле би ауданындағы спорт базасына жиналды. Кілең сайдың тасында еріктелген былғары қолғап шеберлер арасында кубалық Сезар Лакруз бен Арлен Лопес жүр. Өзбекстан командасы да мықтыларын әкеліпті. Олардың арасында әлем және Олимпиада чемпионы Баходир Жалолов бар. Қазақстан құрамасы ойындардың 6 жолдамасын иеленді. Енді 63,5 келідегі лицензия тағдыры мамырдың аяғында шешіледі. Мемлекет басшысы Азия ойындарынан кейін бапкерлік қызметтің ерекшеліктеріне назар аударып, кадр даярлау жүйесін жетілдіру, спорттық білім мен ғылымдағы әлемдік үрдістерді ескере отырып, спорт менеджерлерін оқыту туралы айтқан еді. Президент тапсырмасы бойынша Астанадағы дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы тұңғыш рет инновациялық сапалы білім беру бағдарламасын жүзеге асырды. Польшаның экономика университеті мен Бельгияның білім беру кеңесі және спорт федерацияларының бірлесіп әзірлеген жаңа жобасы спорттық менеджмент пен спорт ұйымы басшыларының біліктілік деңгейін арттыруға бағытталған. Қазір бұл бағдарлама бойынша еліміздің әр өңірінен 80-ге жуық спорт ұйымдарының басшылары дәріс алып жатыр. Біз осы спорттық бағытты дамытатын менеджерлер көп дайындауымыз керек. Өйткені менеджерлер не береді? Ол бүкіл саланы дамытады, қаржы құяды, арнайы мамандар келеді, тәжірибелер алмасады. Көкпаршылар Қызылордада бас қосты. Сыр бойында ересектер арасында ел чемпионаты басталды. 23-ші мәрте жалауы желбіреген жарысқа 15 өңірден 300-ге тарта тақымы мықты жігіттер жиналды. Сонымен қатар әскерилердің спорт клубы да команда қосыпты. Бүгін топтық сайыстар өтті. Ұлытау облысының көкпаршылары армияшылар мен қостанайлықтар Атыраудан келген спортшылармен бәсекеге түсті. Астаналықтар Қарағандыға қарсылас атанды. Алматы, Маңғыстау мен Түркістан Қызылжар командасымен додаға түсті. Көкпардан Қазақстан чемпионатының финалы 29 сәуірде өтеді. Қазақстан дзюдошылары аралас командалық сында Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды. Гонконг қаласындағы құрлық біріншілігінде біздің қыз жігіттер Түркменстан құрамасынан 4-те есебімен басым түсіп, 3-ші орынға ие болды.